Кәмшат қазақ ауылында дүниеге келген қарапайым қыз. Жастайынан еңбекке араласып, тұрмыстың тауқыметін сезініп өсті. Әкесіз өскен Кәмшаттың анасы оған өмірдің қиындықтарына қарсы тұруды үйретті. Бірақ тағдыр оған өз сынағын дайындап қойған еді. Кәмшат небәрі 17 жасында атастырылып тұрмысқа шығады. Алғашында бәрі жақсы көрінгенмен, уақыт өте келе күйеуінің мінезі ашыла бастайды. Ол қатал, қызғаншақ, ашуға тез білінетін адам болатын. Кәмшат күн сайын қорлық пен зорлықтың көлеңкесінде өмір сүреді. Үйінде тыныштық емес, айқай мен көз жасы жиі орын алды. Сол азапты күндерде Кәмшат жалғыз қалды. Анасына сырын айта алмай, іштен тынумен болды. Бірақ жүрегі мейірімге, үмітке толы еді. Ол бұл өмірдің осылай жалғаса беретінін түсінеді. Баласы дүниеге келген соң, оның болашағы үшін күресуге бел байлайды. Бір күні Кәмшат баласын құшақтап үйінен кетіп қалады. Ауылдан қалаға жетіп, жұмыс іздей, ең алғашында еден жуушы, кейін дүкенде сатушы болып жұмыс істейді. Өз күшімен пәтер жалдап, баласын мектепке береді. Уақыт өте келе, тігін курсын оқып, Кәмшаттың қалаға келгеніне бірнеше жыл өтті. Ол күндіз жұмыс істеп, кешкісін тігіншілік курсына барып, қолынан іс келетінін дәлелдеді. Алғашқы тапсырысын алып, кішкентай тігін машинасымен өз үйінде тіккен көйлектері көрші қолаңның арасында үлкен сұранысқа ие бола бастады. Адамдар оның шеберлігіне тәнті болады. Солайша көп ұзамай ол шағын шеберхана ашып, өз кәсібін дөңгелете түсті. Бірақ Кәмшаттың жаны әлі де жаралы еді. Күйеуінен көрген қорлық, жастықтың қор болған жылдары кейде түсіне еніп, мазасын алатын. Бір күні ол әйелдерге арналған қайырымдылық қорымен танысады. Сол жерде өзінің баласының басынан өткендерін айтып, басқа да қиын тағдырларды әйелдерге демеу бола бастайды. Бұл оның ішкі жарасын жеңілдетіп, өмірге жаңа серпін береді. Бір кездегі қорқақ, үнсіз Кәмшат енді сенімді, сөйлеген кезде өткір, өз құқығын білетін қайсар анаға айналды. Ол әйелдерге арналған мотивациялық кездесулер ұйымдастырып, өз хикаяларымен бөлісіп жүрді. Бір күні кездесу барысында ол Айгүл есімді жас қызбен танысты. Айгүлде жастайынан тұрмыстық зорлық көрген, баласымен далада қалған болатын. Кәмшат оған жұмыс ұсынып, шеберханасында көмекші етіп алды. Осылайша өзі секілді тағдыр кешкен қыз-келіншектерге қол ұшын беру Кәмшаттың өмірлік миссиясына айналды. Көп ұзамай оның шеберханасы кеңейіп, Кәмшат атты отандық киім бренді дүниеге келеді. Бұл тек тігін цехы емес, әйелдердің үмітін оятатын мекен болды. Кәмшат енді тек баласы үшін ғана емес, өзіндей жандарды үмітті үшін өмір сүріп жатты. Өмір оны сан рет сынады, бірақ ол мойыған жоқ. Қайта шыңдалып, шын батыр ата-ана болды.